Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді біраз уақыт болып қалды, бір уақиға жайлы сіздермен ой бөліскім келді. Бірақ енді айтам ба, айтпайым ба деп біраз ойландым. Өйткені енді бұл біздің халқымызда негізінен кезікпеген жағдай. Енді менің ойымша кезікпесінші деп те тілеймін, балаларымыз аман болсыншы деп. Енді бүгін соны бір бөлісейінші деген ойға келіп отырмын. Енді өздеріңізді көріп жатқан боларсыздар. Біраз уақыттан бері бір хабар көріп қалам. Ылғи 10 жастағы бір баланың өзіне өзі қол жұмсап о дүниелік болып кеткені жайлы бір хабарды көріп қалам. Сонымен ойлаймын, енді 10 жастағы бала қалайша осындай бір жолға барды екен, не түрткі болды екен деп көңілім ауырады. Сонымен бүгінгі ең жаңа хабарын көрсем, ол баланы кішкентай кезінен әке шешесі осы ақша табумен, жұмыспен қарбалас болады екен. Негізінен кішкене кезінде апасы бағады екен. Әжесі ғой. Әжесі қарайды екен. Енді бұл бала кішкене кезінен сондай бір ақылды бала екен. Әке шешесіне ешқандай ауыртпашылық салмайтын, сондай. Апасы бір жағдайды еске алыпты. Кішкене кезінде бір балалар ысқырық шалып ойнап жүреді екен. Сол кезде сол бала апасына айтады екен: мен де алғым келеді ана ысқырықтан деп. Сонда апасы: мамаңнан ақша сұрай ғой дейді екен. Сол кезде ол бала айтады екен: болды, мамамнан ақша сұрамай-ақ қояйын, шаршап жүр ғой, ақшасы жетпейді ғой деп. Сол секілді енді кішкентай бір ысқырық қой енді. Сондай сөз айтады екен. Енді осы сөзді естігенде мүмкін барлық адам ойлайды, қандай ақылды бала деп. Бірақ енді мен жүрегім қиын ауырды. Енді кішкентай бір бала ғой сол кезде. Сонда қандай бір ауыртпашылық бар көңіліне басып тұрған, қандай. Мен ойладым, мүмкін бұл баланың әке шешесі көп айтады: ақша табу оңай емес, біз қиналып жүрміз, біз шаршап жүрміз. Мысалы мен ойнашы десе, ой шаршап тұрмын деп көп айтуы мүмкін. Одан кейін мысалы мен ақша таппасам болмайды, сен оқытуым керек, саған киім алып беруім керек, кейін саған үй алып беруім керек деген секілді сөздерді көп айтқан соң, баланың кішкентай жүрегіне осы сөздердің бәрі өте ауыр болып, тас болып баяғы сақталып қалған. Енді бұл баланың алдында кей кездерде түнде ұйықтап жатып оянып кетіп, сол бетті қайтадан ұйықтай алмау, одан кейін сол ұйқысы қанбағаннан кейін күндіз мектептен назарын шоғырландыра алмау, сондай бір нелер байқалыпты енді. Бірақ оған әке шешесі селқостау қарапты. Енді мен ойлаймын да, мысалы баланың әрқандай іс-әрекетін ата-анасы біліп отыру керек, әрқандай бір жағдайын түсініп отыру керек. Балаңыз сізге айта алу керек. Сіз содан барып түсініп, оны бір жайлы етуіңіз керек, мысалы әрқандай кезеңдегі. Енді бала өзінің бас ауруы өте көп болады. Мысалы әрқандай үлкен адамдар секілді, олар да оқуына бас ауырады. Балада не қайғы бар деген сөз, ол болмайтын сөз. Енді сол баланы түсініп, бір ай бұрын дейді, мамасына хабарласады екен, жылап телефонда. Сол кезде мамасы: не болды, мен қасыңа барып жатаққа жатпай-ақ қой, екеуміз үймайлап жатайық па деп айтады екен. Сонда баласы: жоқ, болды, қажеті жоқ дейді екен. Енді не үшін жылап тұр, мысалы баласы соның бәрін бекерден бекер жыламайды ғой. Сұрап білу керек еді деп ойлаймын сол кезде. Енді әзір әке шешесі қатты өкінеді екен, бірақ енді амал жоқ қой. Сол секілді көп нәрсенің алдын алуға болады. Балаларымыздың көңіл күйіне өте мән берейік. 1 жастан 6 жасқа дейінгі аралықта баланың негізінен көңіл күй жағындағы тәрбиесі жүрілетін кез. Ол әке шешесіне өте қатты сүйенеді. Сол кезде сіз оған көмектесуіңіз керек. Енді оны ол кезде торсаға беріп, мысалы мұғалімнің қолына тапсырдым деп қоюға келмейді. Торсаға беру тек қана бір топтық ортаға үйірлестіру баланы. Енді негізгі қызметті әке шешесі істейді. Соны айтқым келеді, ата-ананың өте үлкен баласына жауапкершілік болу керек деп. Енді осы бір жағдайды бөліскім келді.
сіздерге айттым, енді дұрыс қабылдаңыздар.